Суыр туралы аңыздар. Каналға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Бірінші аңызымыз суыр неге бетін басып жылайды. Баяғыда бір дүние қоңызбай жерге тоймай кедейдің жерін алғысы келеді. Ол кедейге түнде түс көрдім, түсімде ғажап іс көрдім, Құдай маған осы жерді сыйлады дейді. Кедей шыр-пыр болып, бұл жер менің ата-бабамнан қалған мирас, әділ Құдай қалайша саған береді дейді. Бай, сенбесең ертең жеріңе барып, Тәңірден айғайлап сұраймын. Жаратқан байдікі деп айтса, маған бересің. Егер сенікі десе, өзің аласың дейді. Кедей амалсыз көнеді. Түнде бай кедейдің жерінен үңгір қазып, ішіне қызын жасырады да, ертең бұл жер кімдікі деп 3 рет айғайлаймын. Сен байдікі деп жауап бер, деп үйретеді. Бай ертесіне жұртты жиып, кедейдің жеріне келеді. О Тәңірім, бұл жер кімдікі деп 3 рет сұрайды. Қызы, байдікі, байдікі, байдікі деп 3 рет айғайлайды. Кедей бұған нала болып, жерін тастап кетіп қалады. Бай кешке үңгірдегі қызын шығарып алайын деп келсе, ол беймәлім хайуанға айналып кетіпті. Үңгірден шықпай, ін қазып қаша жөнеледі. Бай қайғыдан қан жұтады, үйіне оралмастан дала кезіп қызын іздейді. Әлгі мақұлықты көрсе, суыр, суыр, суыр деп айғайлайды екен. Мұнысы қызымды үңгірден суырып шығарып бер деген сөз екен. Мақұлық содан бері суыр атаныпты. Аңшылар суырды ұстағанда, ол 2 қолымен бетін басып, қиянатына өкініп жылайды екен. Қолын маңдайына қойып, жол қарайтыны әкесін іздейді екен. Кез келген жамандықтың бір кесапаты бар деген сөз осыдан қалыпты. Келесі аңызымыз Байшыбырдың күйі деп аталады. Ертеде Байшыбыр деген аңшы болыпты. Оның жар дегенде жалғыз ұлы бар екен. Аңшы аң аулап күнелтіпті. Бірде арам ой арбап, суырдың терісін сатпақ болады. Алушы саудагерді де табады. Сөйтіп, айналадағы суырдың бәрін қырады. Пайдаға құныққаны сонша, суырдың баласына дейін шыңғыртып бауыздай береді екен. Бірде бір жуан суырды байғайды. Ол аңшыны көріп ініне тығылып қалады. Байшыбыр қанша аңдыса да суырды ұстай алмайды. Бір күні аңнан қайтып келе жатса, бір төбенің басында әлгі суыр отыр екен. Аңшы, қап бәлем тұра тұр, түстің бе қолыма деп, ши мылтығын оқтап, асықпай көздейді де, орайы келген сәтте шүріппені басып кеп жібереді. Суыр жалп етіп құлайды. Байшыбыр олжасына қуанып, жанына жетіп келіп қараса, атқаны суыр емес, өзінің ұлы екен. Алдында ғана ұлына суырдың терісінен тон тігіп берген еді. Ұлы соны киіп алып, әкесін тосып отырған бет екен. Сөйтіп, суырдың киесі ұрып, аңшы жалғызынан айырылыпты. Өкініші өзегін өртеп, қайғыдан қан жұтыпты. Қолына домбырасын алып, іштегі шерін арман деген күймен шығарған деседі. Жүнісбай қарттың әңгімесі. Ертеде бір аңшы саят құрып жүріп, далада бетін басып жылап отырған суырдың күшігін көреді. Ол аңшыдан қашпай жылап тұра береді. Аңшы жақындай түседі. Кенет суырдың баласы аңшыны соңынан ерткендей жол бастап жүріп отырады. Аңшы да қызық көріп ізінен ереді. Сөйтсе, суырдың аталығы қақпанға түсіп қалған екен. Айнала толған суырдың күшігі бәрінің де дәрмені құрып, шарасыздықтан бетін басып, егіліп жылап тұр екен. Аңшының көңілі босап кетеді. Суырларды аяйды. Қақпанды ашып, әкесін босатып жібереді. Әкесін көрген балалары құшақтап мәре-сәре болады. Бір кезде аналық суыр зып беріп ініне кіріп кетеді. Сөйтіп, жылтырақ бір тасты алып шығып аңшыға келіп береді.
Аңшы тасқа қараса, қой асығының үлкендігіндей алтын екен. Осылайша суырлар аңшының жақсылығына алғыс білдіріпті.